Петропавлда үйлері өртеніп кеткен тұрғындарға жаңа баспана беріледі. Бұл туралы Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Айдарбек Сапаров айтты. Мамыр айында қаладағы 9 көпқабатты үй толығымен өртеніп, тағы екеуіне зақым келген. Осының кесірінен шаһарда төтенше жағдай жарияланған еді. Второй день мы предоставили всем. Оқыс оқиға болған күннен кейін 2 күн өткен соң барлық тұрғын уақытша баспанамен қамтамасыз етілді. Жалға алу қаражаты төленген болатын. Қазір құжаттар жағы реттеліп жатыр. Бағалау жүргізіліп болған соң біз азаматтарға баспананың кілтін береміз. Облыс әкімі Айдарбек Сапаров өңір өрт қаупі жоғары маусымға дайын екенін жеткізді. Мәселен, Солтүстік Қазақстанда 12 орман шаруашылығы бар. Әкімнің айтуынша олардың 80% қажетті техникамен жабдықталған. Сонымен қатар шаруаларда 55 бақылау пункті жұмыс істеп тұр екен. Мы проводим полностью инвентаризацию. Қазір өрт сөндіру көліктер мен техникаларға инвентаризация жүргізіліп жатыр. Шаруалар бюджетке өтінім беруге дайындалуда. Егер өтінімдерін уақытылы өткізіп, құжаттары дайын болса, біз қосымша қаржы бөлуге дайынбыз.